Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жаңа пост компаниясы туралы айтатын болам. Жалпы жаңа пост компаниясы бұл бұрынғы Инэкспорт каргосы, қазіргі кезде Pinduoduo'ның ресми серіктестігі болып жұмыс жасайды. Бүгін сіздерге осы жаңа пост компаниясын толықтай түсіндіретін боламын. Жаңа пост приложениесіне тіркелу алдыңғы видеоларында көрсетілген, астына сілтемесін қалдырып кетемін, сол арқылы көріп регистрация жасай аласыздар. Ең алдымен бірінші бетінен бастасақ, мына жерде сіздерде Pinduoduo сайты соткаларыңыздан өшіп қалса, осы жердегі батырмаларды басып, телефоныңызға жүктей аласыз. Одан кейін жаңа посттың қазіргі таңда 56 бөлімшесі бар. Толық ақпаратты осы батырманың үстінен басып көре аласыздар. Осылай кірген кезде сіздің бөлімшеңіз ең бірінші болып шығып тұрады. Осы жерден сіздер байланыс номерін және қай күні демалыс болатынын, қай уақытта жұмыс істейтінін, адресін барлығын көре аласыздар. Мына жерде тугис бойынша адресті қарай аласыздар және Яндекс карта арқылы адресін көре аласыздар. Және басқа да бөлімшелерді осылай жылжыту арқылы көресіздер. Яғни бұл жерлерде барлық бөлімшелердің номерлері және жаңағыдай қай уақытта жұмыс істейтіні барлықтары көрсетілген. Мысалы, сіздің товарыңыз бөлімшеге жеткеннен кейін, сол товарыңыз жайлы бір сұрақтар туындаса, осы жерде көрсетілген номерлер арқылы звондап немесе WhatsApp-қа жазу арқылы сұрай аласыздар. Егер сіздің товарыңыз бөлімшеге жетпей тұрып, товарыңыз жайлы бір сұрақтар туындаса, ол кезде мына WhatsApp-қа жазу деген батырманы басып, осы номерге жазып сұрайтын боламыз. Енді жаңа пост арқылы сіздер заказ беруге болмайтын заттар бар, яғни тыйым салынған заттар. Сіздер мысалы тыйым салынған заттарды берген болсаңыздар, ол шекарада ұзақ уақыт тұрып қалуы мүмкін. Немесе тыйым салынған затты берген болсаңыз, біреудің затына кедергі келтіруі мүмкін. Сіздер тыйым салынған заттарды осы жерден толықтай көре аласыздар. Мысалы, бірінші қару-жарақтар мен жарылғыш заттар беруге болмайды. Яғни оған не кіреді, осылай үстін басып толықтай көре аласыздар. Одан кейін алкогольді сусындар және де парфюм беруге болмайды, спрей беруге болмайды. Өйткені ол жарылғыштық тудыруы мүмкін. Дәрілер болмайды, рецептсіз дәрі-дәрмектер болмайды. Радиоактивті элементтер толықтай осы жерден оқып білсеңіздер болады. Жануарлар мен өсімдіктер мүлде болмайды. Және азық-түлік ол келем дегенше былжырап немесе жаман болып кетуі мүмкін. Тұтанғыш сұйықтықтар, тотықтырғыштар, улы материалдар, қауіпті жүктер. Осылай үстінен басу арқылы толықтай ақпараттарды көре аласыздар, не заттарды беруге болмайтынын. Мысалы, сіздер тыйым салынған заттарды бергенмен, оны бәрібір сіздер қолдарыңызға ала алмайсыздар, өйткені оны шекарадан өткізбейді. Келесі бізде профильге барсақ, осы жерде сіздің данныйларыңыз тұрады. Егер сіз бөлімшені таңдайтын болсаңыз, немесе ауыстырғыңыз келсе, осы бөлімшені өзгерту деген жерге барып, птичка қойып, сақтау дегенді басатын боламыз. Осы жерден толықтай бүкіл филиалдарды көрсеңіздер болады. Және жаңа пост жайлы осы қосымша туралы деген жерге кіріп, толығымен танысып шықсаңыздар болады. Және де тілді өзгерткіңіз келсе, осы жерден орысша немесе өзбекше, ағылшынша, қазақша ауыстыра аласыздар. Енді хабарлама батырмасында сіздерге товарыңыз қай жерге жеткендігі жайлы хабарламалар келіп отырады. Мысалы, шекараға жеткен кезде шекараға жетті деп хабарлама келетін болады. Ал егер жаңа постта өзгерістер болса, астындағы жаңалықтар деген батырмада хабарлама келіп тұратын болады. Енді тапсырыс деген батырмада бұл жерден сіздің заттарыңызды қай жерде келе жатқанын көре аласыздар.
Мысалы, сіз Pinduoduo'дан заказ бердіңіз, ол 3 күннің ішінде жолға шығады. Сол кезде сол товардың трек-коды болады. Сол трек-код осы жаңа пост приложениесінен шығатын болады. Ал егер шықпаған жағдайда осылай товарыңызға барып, осы КамАЗдың үстін басқан кезде сізде трек-код шығады. Сол трек-кодты осы жерде копировать деген тұрады. Соның үстін басамыз. Одан кейін жаңағыдай жаңа постқа барып ставить ететін боламыз. Мұны осы кезде сіздің затыңыз шығатын болады және қай жерде келе жатқандығы көрсететін болады. Сіздің затыңыз Қытайдағы қоймаға шыққаннан кейін осылай салмағын өлшеп, осы жерге салмағы шығатын болады. Енді сіздерге онлайн төлем жасау жайлы айтатын болам. Ол үшін, мысалы, бір ғана затқа төлем жасайтын болсаңыз, мына жерде төлем жасау дегенді басасыз. Ал егер барлығына бірдей төлем жасайтын болсаңыз, астындағы таңдауды басасыз. Сол кезде осылай белгілеп кетесіз. Төлейтін заттарыңызды осылай белгілеп кетесіз. Одан кейін астындағы топтық төлем жасау дегенді басамыз. Мысалы, сіз осы жерде Каспиймен төлейтін болсаңыз, Каспийді таңдайсыз. Ал егер басқа картамен төлейтін болсаңыз, карта дегенді басып, сол жерден толтыратын боласыз. Мен Каспий арқылы төлем жасаймын. Сол кезде осылай шығады. Тапсырыстың номері шығады менде. Осыны копировать етіп аламын. Мына қасындағы батырманы басып, Каспий арқылы төлеу дегенді басамын. Одан кейін сіздерді бірден осылай Каспийге апарады. Номер заказ дегенге жаңағы копировать еткеніңізді вставить ететін боласыз. Бұл жерде теріп жазудың керегі жоқ, өйткені шатасып кетуіңіз мүмкін, немесе сол басқа заттың төлеп қоюыңыз мүмкін. Сондықтан осылай вставить еткен жақсы. Осылай көк батырманы басып төлейтін боласыздар. Подтвердить басамыз, міне сіздің затыңыз төленді. Осылай бір обновить етіп жібереміз. Сол кезде төленді деп жазылып тұрады. Егер сіз осылай онлайн төлем жасайтын болсаңыз, оның плюс жақтары көп, өйткені доллар күннен күнге өсіп бара жатыр. Яғни доллар өссе, мына жердегі салмақтардың бағасы да өзгеретін болады. Яғни үстіне ақша қосылып отырады доллар өскен сайын. Ал екінші плюсы, сіздер онлайн төлем жасап қойсаңыздар, затыңызды алуға филиалға барған кезде ол жерде очередьке тұрып, ұзақ уақыт тұрмайсыздар. Яғни тек затыңызды алып шыға бересіздер. Және де онлайн төлемді затыңызды алмай тұрып, бір күн алдын жасап қою керек. Өйткені, мысалы, сіз бүгін жасап төлемді, бүгін затыңызды алуға барсаңыз, ол кезде сіздің төлегеніңіз базаға шықпай, затыңызды бүгін ала алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан төлемді осылай 1-2 күн алдын жасап қоюларыңыз керек. Немесе сіз затыңызды алуға барған кезде сол жақтан кәдімгі қолма-қол төлесеңіз де болады. Осылайша сіздер салмағын жаңа пост приложениесінен көре аласыздар және төлей аласыздар. Және көп адам сұрап жатыр екен, әр товарға 4-7 доллар төлеймін ба деп. Жоқ, ол жерде сіз 1 килограммына 4-7 доллар төлейсіз. Мысалы, сіздің затыңыз 100 грамм шығатын болса, сіз оған 210 немесе 220 теңге төлей аласыз. Енді жаңа постта доставка қызметі іске енді қосылады. Сол себепті маған жеткіз деген батырма шығып жатыр. Ол жайлы жаңа пост енді хабарлайтын болады. Енді сіз затыңызды бөлімшеден мынандай сөреде деген батырма тұрған кезде ғана бөлімшеңізге барып затыңызды ала аласыз. Мысалы, сіздің затыңыз бөлімше батырмасында тұрса, бірақ сөреде деген батырма болмаса, сіз ол затыңызды аламайсыз. Тек қана сөреде деген батырма шыққан кезде ғана затыңызды барып ала аласыз. Енді сіз затыңызды филиалға алуға барған кезде, астында QR-код деген бар. Осы бетті сіз затыңызды алуға барған кезде осы бетті көрсетесіз. Сол кезде сіздің заттарыңызды осы жерден беретін болады. Бұл QR-кодты тек сіз онлайн төлем жасаған болсаңыз ғана көрсете аласыз. Ал егер сіз төлемді қолма-қол жасайтын болсаңыз, осы менің деген бетті көрсететін боласыз.
Және де затыңызды өзіңіз алуға бара алмайтын болсаңыз, басқа бір адамды жіберетін болсаңыз, осы бетті скриншоттап немесе жаңағы онлайн төлем жасасаңыз, QR-кодты скриншоттап сол кісіге жіберсеңіз болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жаңа поста арқылы қорықпай заказ бере беріңіздер. Алдағы уақытта Pinduoduo'да және жаңа поста өзгерістер болса салып отыратын боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.